Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Қазір бізде математикалық статистика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайталау есептері деп аталады. Сабағымыздағы оқу мақсаты өрнектердің мәнін табу дағдыларымызды дамытамыз. Жазбаша ауызша қосу мен азайту, көбейту, бөлу дағдыларымызды бекітеміз. Логикалық ойлауымызды дамытамыз. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Барлығымыз мына өлең жолдарын бірге айтайық. Өсеміз біз күліп ойнап, 10 саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Жарайсыздар балалар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыпты жазып ала қояйық. Жазып болсақ, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада бөлгішті тауып жаз. Яғни балалар, сіздердің алдарыңызда бөлінділер беріліп тұр. Және ол бөліндінің мәні белгілі. Және бөлінгіш белгілі. Біз бос торкөзге бөлгішті тауып жазамыз. Ол үшін балалар, бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлгенде бөлгіш шығатынын естеріңізге салайын. Ендеше тапсырманы орындайық. Оқушылар, бірінші тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға мен сіздерге сенемін. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектің мәнін тауып жаз. Алдарыңызда айырмалар берілген. Айырмалардың мәнін тауып жаза қояйық. Жарайсыздар балалар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма. Өрнектің мәні дұрыс болатындай амалдарды қойып шығар. Алдарыңызда балалар, қосуға, азайтуға, көбейтуге, бөлуге байланысты өрнектер беріліп тұр. Сол өрнектердің мәні берілген, енді сіздер амалдарды қоясыздар. Мысалы, 3, 6 тең 18. Яғни мәні 18 болатындай 3 пен 6-ны қандай амалдар қою арқылы мәні 18 болатынын табуға болады? Ойланайық. Дұрыс айтасыздар. 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18. Міне осылайша тапсырмаларды өздеріңіз орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Санды 2 санға жіктеп жаз. Ол сандардың біреуі берілген. Мысалы, 340 тең 240 пен нешенің қосындысына тең болады 340? Жаза қойыңыздар. 570 тең 270 пен нешенің қосындысына тең болады? Сол сияқты 100, 231, 190, 440 сандары берілген, және бұларды бірінші қосылғышы берілген, сіздер екінші қосылғышты тауып жазасыздар. Жарайсыздар балалар. Енді осы тапсырма бойынша өзіңді өзің тексеріп көр. 340 тең 240 пен 100-дің қосындысына, яғни 240-қа 100-ді қосқанда 340 шығады. 570 тең 270 пен 300-дің қосындысына. 100 тең 50 мен 50-дің қосындысына. 231 тең 201 мен 30-дің қосындысына. 190 тең 140 пен 50-дің қосындысына. 440 тең 220 мен 220-ның қосындысына. Балалар, сіздерде де дәл осылай шықты деп есептеулеріңіз осылай шықты деп ойлаймын. Жарайсыздар балалар. Сонымен бүгінгі сабақта не үйрендік? Есептерді шығару үшін алдымен не істеуіміз керек?
Жарайсың. Сені бүгінгі қашықтан оқыту сабағын сәтті аяқтауыңмен құттықтаймын. Келесі сабақты асыға күтеді деп ойлаймын. Балалар, орындаған тапсырмаларыңыздың барлығын мұғалімнің жекесіне жіберуді ұмытпайық. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.